Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай әдемі өрнек тоқып үйренетін боламыз. Мінекей бұл өрнек 6 қатардан тұрады және 5 көзден. Мінекей. Ал уақыт алмай тезірек бастайық. Мен мына жерде 11 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Енді мен қазір сіздерге мына өрнектің тек мына біреуін ғана көрсететін боламын. Ал кеттік, ал бісміллә деп бастайық. Өрнегіміздің бірінші қатары. Бірінші көзді іліп аламыз. Енді 2 теріс тоқимыз. Біреу, екеу. 5 оң. 3, 4, 5. 2 теріс. Мінекей осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Енді үшінші қатар. Екі теріс. Бір жіптеліп аламыз. Бір оң. Енді мына жерде мынау 3 көзді санап алайық. Енді осы 3 көзді үшеуінен бір көз шығаратын боламыз, бірақ мына ортадағы жіп ортасында қалу керек. Бірден бұлай үшеуін бірге қысқарта салмаймыз ғой. Ол үшін мынау екінші көзбен бірінші көзді екеуінің орындарын ауыстырамыз да. Мінекей. Ең оңай тәсілі. Үшінші көзді қосып алып, үшеуін бірге оң қылып тоқимыз. Мінекей. Мінекей көрдіңіздер ғой? Ортасындағы жіп ортада қалды, мінекей мына көз. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз, 2 теріс. Мінекей. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мына ілбаған жібімізді терістен тоқитын боламыз. Енді бесінші қатар. 2 теріс. Бір оң, бір жіпті іліп аламыз. Енді мына жердегі тағы да мына 3 оң көзді үшеуінен бір көз шығаратын боламыз, қасқарт жіберіп. Ол үшін дәл жаңағыдай қылып, бірінші мен екінші көзді екеуінің орындарын ауыстырып, мына үшінші көзді қосып аламыз. Үшеуін бірге осылайынан оңға тоқып жібереміз, мінекей. Бір жіпті қосып аламыз, бір оң. Осымен өрнегіміздің 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-ші қатарда біз сурет бойынша тоқитын боламыз. Оңды оң, солды сол қылып. Мінекей осымен 6-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Мінекей көрдіңіздер ғой? Ортасындағы көз мына ортасында қалды, турасында. Енді дәл тура осылай бірінші қатарынан бастап дәл осылайынан қайталайтын боласыздар. Мінекей. Сол кезде осындай әдемі өрнек шығатын болады, мінекей. Мінекей бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.